Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі әрі тез оңай жасалынатын сақинаны бірге жасап үйренеміз. Бізге бұл сақинаны жасау үшін көп материалдарды қажет емес, яғни екі-ақ затпен осы сақинаны жасап аламыз. Егер дайын болсаңыздар, мастер-классымызды бастайық. Яғни бұл мастер-классымызға қажетті заттар ол мынандай золотист түсті бисерді пайдаланамын. Осындай және мынадай ұзын бисерді қолданамын, яғни стикулярус деп қояды бұны орысша айтқанда. Кез келген түсін қолдансаңыздар болады. Және мынадай лескада тоқимын. Сосын бисердің иінесі, қайшы және мынандай бисер қажет. Ал енді дайын болсақ, мастер-классымызды бастаймыз. Ал достар, мен өзіме қажетті ұзындықта лесканы алдым. Қатты ұзын керек емес, себебі бізде сақинадан аз ғана леска жеткілікті. Енді бізге 4 мынадай ұзын бисерімізден 4 бисер аламыз. Ең алдымен мен 4 бисер алдым. Осыны жіптің соңына қарай алып келеміз. Жіптің соңында міне осынша жіп қалу қажет, себебі оны ары қарай аяқтау үшін. Енді төменнен жоғары қарай мына бірінші бисерден, яғни бір ғана бисерден жоғары қарай шығамыз. Міне. Енді бізде қарап отырсаңыздар, мынадай 4 бұрыш квадрат пайда болады. Ары қарай дәл осылай жалғастырып отырамыз. Енді тек 3 бисерден ғана алып отырамыз. Яғни енді 3 бисер аламыз. Сосын біздің инеміз, яғни жібіміз мына жерден шығып тұр. Енді осындай квадрат шығу үшін қарама-қарсы мына жағынан инеден өткіземіз. Мінекей екінші квадратымыз пайда болды. Тартсаңыздар, міне өзінің қалпына келеді. Дұрыстап түзетіп аламыз. Енді ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай квадрат шығу үшін біздің жібіміз мына жерден шығып тұр. Енді жоғары қарай инемен өтеміз. Ешқандай бұл жерде бисер алмаймыз. Сосын мына бисерден өтеміз. Енді тағы да 3 бисер аламыз. Үш бисерімізді алдық. Тура жаңағыдай енді мына жақтан шығып тұр. Оған қарама-қарсы жақтан инемен өтіп шығамыз. Квадрат пайда болу үшін. Түзетіп дұрыстап аламыз. Осындай бізде квадрат пайда болады. Осылай ары қарай жалғастыра береміз. Яғни 3 бисерден алып, енді ары қарай жалғастыру үшін маған мына жерден шығу керек жоғары қарай. Сосын мына бисерден шығу керек. Ары қарай жалғастырамыз. Яғни тағы да 3 бисер аламыз. Үш бисерімізді алдық. Енді қарама-қарсы жағынан инемен өтеміз. Квадратымызды түзетіп жөндеп аламыз. Егер сіздерде бұдан қысқа осындай ұзын бисердің қысқа түрі, басқа түрі болатын болса, сол басқа түрмен де қолдансаңыздар болады. Осындай болып шығады квадратымыз. Қолымызға өлшеп ұзындығын өзіміз таңдап қолымызға қарай сай жасаймыз.
ары қарай осылай жалғастырып отырамыз. Яғни 3 бисерден алып отырамыз. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінбесеңіздер, видеоны жылжытып алдыға қарай қайтадан қарап көріңіздер. Ары қарай, яғни 3 бисерден алып отырып жалғастырамыз. Яғни өзімізге қажетті ұзындықта тоқтайтын боламыз. Ал достар, мен өзіме қажетті ұзындықты тоқып болдым. Енді ары қарай екеуін біріктіру үшін мына бисерден өтеміз. Менікі мына бисерден шығып тұр, яғни оған қарама-қарсы бисерден осылайынан өтіп бір-бірін қосатын боламыз. Енді міне осындай болып шығады. Енді мына бисерден қайтадан шығамыз. Мінекей осылайынан қосып алдық. Енді мына артық жіптерді қиып тастау үшін мына бисерлерден өтіп, біраз бисерлерден өтіп, артығын кесіп тастайтын боламыз. Яғни мен сияқты осылай бисерлерден өткізіп, артығын кесіп тастайсыздар. Осылайынан өткізіп шығамыз. Бұл жіпті артық кесіп тастаймыз, яғни артығын. Бисерлерден өттік. Енді мына артығын екі жіпті кесіп тастаймыз. Ары қарай ортасына мына бисерді жалғап отырамыз. Егер осылай тағам десеңіздер де, осы күйде қалдырсаңыздар болады. Міне ортасынан бисер қоссам десеңіздер де болады. Яғни мен сіздерге қазір бисер қосылған түрін көрсетемін. Кесіп тастадым. Мына артық жіптерін кесіп тастадым. Енді бізге ортасына мына бисерлерден қосып отыру керек. Енді осыны қалай қосатынын көрсетемін. Ол үшін бізге ең алдымен қараңыз, мына осындай ине сабақтап алдым, яғни жіпті өткізіп, мына бисерден жоғары қарай шығамыз. Ол үшін ең бірінші инемені ары қарай бір бисер аламыз. Мына келесі бисерден өткіземіз енді ортасынан. Міне осындай болып шығады. Ары қарай тағы да бір бисер аламыз да келесінен өткіземіз, яғни келесі бисерден шығамыз ары қарай. Енді мына келесі бисерден өткіземіз. Міне осындай болып шығады. Енді тағы да бір бисер аламыз. Келесі бисерден өткіземіз. Осылайынан айналдыра тігіп шығамыз. Яғни екі жақ бетінде осылайынан тігіп шығамыз. Екінші жағында, яғни мына бетінде тура осылайынан тігіп шығасыздар. Яғни бисер қосып отырып өздеріңіз тігіп шығасыздар. Міне екінші қарама-қарсы, яғни екінші мына бетке өтіп алдым. Енді ары қарай бір бисерден алып отырып, тура жаңағыдай мына жақтағы бетін тоқыған секілді бұны да солай жалғастырамыз. Яғни бір бисер аламыз, мына бисерден өткіземіз. Ары қарай тағы да бір бисер аламыз, мына бисерден өткіземіз. Сосын тағы да бір бисер аламыз,
мына бисерден өткіземіз. Осылайынан ары қарай жалғастырамыз. Яғни бір бисер алып отырып, айналдыра тігіп шығамыз. Қарап отырсаңыздар, өте оңай жасалынатын сақина. Бір бисерден алып отырамыз осылай. Тағы да бір бисер аламыз, соңғы. Жоғары қарай шығамыз. Мына жіптен өткіздік. Енді бізде қарап отырсаңыздар, артық жіп қалып қалады. Осы жіпті кесіп тастау үшін мына жақта бисерлерден өтіп, айналдыра өтіп шығамыз. Яғни осы жерден кесе салсақ, онда бисеріміз шашылып кетеді. Осылайынан бисерлерден өткізіп, айналдыра тоқып шығамыз. Яғни осылай шатастырып, бисерлерден өтіп шығып, артығын кесіп тастайтын боламыз. Ал достар, міне бізде осындай әдемі сақинамыз дайын болды. Өте оңай, қарап отырсаңыздар, тез-ақ жасалынады. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, түсінбеген жерлеріңіз болса, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.